Көктемде жеу керек жеміс-жидектерді білесіз бе? Көктем келгенде денсаулығымызда өзгерістер болатынын байқап жатамыз. Әлсіздік, ұйқысыздық, тамаққа тәбеттің тартпауы, тағы басқалар. Өйткені қыстан кейін ағза әлсіреп, дәрумен жетіспейді. Ал енді оның орнын толтыру үшін арнайы тағамдарды тұтыну керегін бәріміз де білетініміз анық. Денсаулықты нығайту үшін қандай жеміс-жидектер жеу керегі жайында мәліметтер ұсынамыз. Сондықтан мына видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Алма. Бұл жемісті жылдың кез келген уақытында сатып алуға болады. Алманың құрамында иммунитетті күшейтетін А, С, В, В2, Е дәрумендері бар. Сондай-ақ жемістер магнийге, темірге және йодқа және вирусқа қарсы функцияны қамтамасыз ететін антиоксиданттарға бай. Сонымен қатар алма депрессияны жеңуге көмектесетін қасиетке ие. Киви. Киви жыл бойы піседі. Қытайлығы көктем мен жазда, ал австралиялықтар мен жаңа зеландиялықтар күзде піседі. Бұл жеміс гемоглобинді арттырады, анемияның алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ киви вирус ауруларға қарсы тамаша құрал. Өйткені оның құрамында С дәрумені бар. Киви құрамында омега-3 бар. Ол энергияны арттырады, қабынуды азайтады. Көңіл-күй мен есте сақтауды, Т жасушаларының жұмысын жақсартады. Тәтті шие. Тәтті шие біздің ғаламшарымыздағы ең көне жидектердің бірі. Адамдар оның пайдасы туралы ежелгі дәуірде білген. Ол жүректі, жүйкені және жүрек тамыр жүйесін нығайтады. Оның құрамында органикалық қышқылдар, макро және микроэлементтер, С, А, В, Е сияқты дәрумендер бар. Тәтті шие ұйқыны реттейді және жақсартады. Салмақты азайтуға көмектеседі. Қатерлі ісік пен деменция қаупін азайтады. Құлпынай. Құлпынай сәуір айының соңында және мамыр айында дүкендерден осы жидектер табыласыз. Олар дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Өнім қабынуға және қатерлі ісікке қарсы қасиетке ие. Қартайу процестерін де тежейді. Құлпынай макро және микроэлементтерге, талшықтарға, А және С дәрумендеріне бай. Ол мидың жұмысын жақсартады. Вирустық аурулардан кейін дененің қалпына келуіне оң ықпал етеді. Бір қызығы құлпынайдың хош иісі адамға жақсы көңіл-күй мен сергектік сыйлайды. Видео ұнаса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар және де поделиться басын басып, елмен, тамыр-таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Солай жасау арқылы сіз елдерге жақсы ақпаратты алуына көмектесесіздер және де қазақ тілі контенттің дамуына, сонымен қатар қазақ тілінің де дамуына үлес қосасыздар. Жақсы күндерде жолыққанша бәрінен бұрын денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық.